Құрметті әріптестер, ата-аналар және менің шәкірттерім. Мен Шәрипбекова Салтанат Серікбаевна 1983 жылы 8 желтоқсанда Жамбыл облысы Сарыкемер ауылында дүниеге келдім. Жамбыл облысы Сарыкемер ауылының Юрий Гагарин атындағы қазақ орта мектебін 2001 жылы мектеп табалдырығынан таудай ұшып, Алматы қаласына арман қуып келдім. 2002 жылы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясының грант иегері атанып, оқуымды үздік аяқтап, осы академияда ұстаздық қызметімді жалғастырдым. Міне, содан бері 13 жыл ұстаз болып келемін. Өмірлік ұстанымым саналы, білімді шәкірт тәрбиелеу. Ұстаз ол үлкен әріппен жазылатын есім. Ол мен үшін мамандық емес, кәсіп емес, ол қасиет деп білемін. Ұстаз әділетті, мейірімді, өз бойындағы барлық жақсылықты сарқып беретін мейірімді жан. 2016 жылы Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар университетіне оқуға түсіп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын оқып, 2018 жылы аяқтап, тағы бір диплом иесі атандым. 2020-2021 оқу жылы өзінің ерекшелігімен келді. 2020 жылы мектеп шәкірттерін тәрбиелеуге бел будым. Менің қолымда ұрпақ тағдыры тұрғандықтан әр шәкірттерінен үлкен үміт күтемін. Сіздердің алдарыңызда 11-ші Г сынып оқушылары. Мен сіздерге сенемін. Алдағы санаулы айларда есте қалатындай күндерді бірге өткіземіз деген сенімдемін. Мен сіздермен біргемін. Назарларыңызға рахмет.